Мен Жолашыбай Набат 9 А сынып оқушысы, қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу ақыштар мектеп жобасы аясында Абай Құнанбаевтың қара сөздерін жаттадым. Абай Құнанбаевтың қара сөздерінің бізге берерлік тәрбиелік мәні өте зор деп санаймын. Абай Құнанбаев екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сарытты көрсе күлуші еді. Енеңді қайын кең қолдық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, отадан қорыққан. Көз көргенде әке-үйге десіп, шығып кетсе, қызым бұқтасқан сартып деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да бұқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түпке де ыңғай келмейтұғын қашқын ноғай, салдат ноғай, башалшық ноғай деп. Орысты көрсе, оған да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бердетті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей Құдай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, осы бір айтылмыш сөздерді үлкен бір қызық көріп, мәз болып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарыптың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жегі жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, кірісінің киім-кешегін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды келіп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен молдалар да, үлкен байлар да, қырмызылық, сыпайылық, әдептілік, ептілік бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, аштыққа да шыдайды. Молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қуып, мал табудың да жолын солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды, сенің шақшы аяғын білем пішатқа тұрған үйден түгіл, шық, сасы қазақ деп үйінен қуып шығады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қоры болмай, мал қуып, еңбек қуып, зор болғандыға сен. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз оның қолы, күңі түгілде жоқпыз ғой. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?